Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен дәмді салат жасаймыз. Ауызашар уақытында өте дәмді, жеңіл әрі пайдалы. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, салат жапырағы, ақ желкен, брынза қажет болады. Мен алдын ала барлығын жуып тазалап алдым. Барлығын осы төрт бұрышты пішінде турап аламыз. Жапырағымызды да үлкендеу етіп тураймыз. Ақ желкен петрушкамызды да дәл солай турап аламыз. Сосын үстіне шамалы тұз салып, зәйтүн майын құямыз. 1-2 ас қасықтай жетеді. Араластырып, брынзамызды тураймыз. Брынзаны төрт бұрышты ірілеу тураймыз. Салатымызды тарелкаға салып, жаңа туралған брынзамызды үстіне қоямыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттер шығарамын. Ас болсын.